Ақай балақай, басталды ауырма балақай. Сәлем достар. Балақайлар, қалдарың қалай? Денсаулықтарың жақсы ма? Достар, қалай ойлайсыңдар? Бүгінгі тақырыбымыз не туралы болады? Ойлана тұрыңдар, ал мен барып алып келейін. Бауыржан аға, айтып қоймаңыз. Айтпаймын. Бірақ көрермендерге көмектескім келіп тұр. Балалар, қазір Дина алып келетін зат О әрпінен басталады. Ол біздің денеміздегі ең маңызды мүшелердің бірі. Міне, достар, өздерің де көріп тұрғандай, бұны омыртқа деп атайды. Иә, бұл омыртқа. Балақайлар, омыртқа барлығымыздың арқамызда бар. Дина, қане бұрылшы. Динаның омыртқасы мына жерде орналасқан. Сендердің де омыртқаларың арқаларыңда. Олай болса, бүгінгі тақырыбымыз осы омыртқаның саулығына арналады. Омыртқамыз сау, әдемі, түзу болу үшін не істеу керек? Сөмкенің көлемі баланың арқасының көлеміне үлкен болмау керек. Қанша болды? 8-де 600 болды. 8 килограмм 600 грамм. Сонда жауырын деген осы шығып тұрғаны ма? Жауырын деген мына екі сүйек. Осы иықтың сүйегі болады жауырын. Дина бүйтіп көмектесе ғой кішкене. Дина көмектесер маған. Және де қолды белге қойып, екі жаққа былайынан бұрыламыз. Балақайлар, біз омыртқамызға дұрыс күтіммен қарауымыз керек. Әйтпесе омыртқамыз қисайып кетуі мүмкін. Бауыржан аға, омыртқамыз сау, әдемі, түзу болу үшін не істеу керек? Ең біріншіден қимыл қозғалыс керек. Мәселен, мына бағдарлама біткеннен кейін балақайлар ойнаңдар, жүгіріңдер. Сондай омыртқамыз әдемі, сымбатты болу үшін ойнау керек пе? Иә, жиі ойнау керек, қозғалыста болу керек. Мысалы, Дина, сен тұрған кезде омыртқаңа көп күш түсе ме? Немесе отырған кезде омыртқаңа көп күш түсе ме? Тұрған кезде. Жоқ, дұрыс емес. Сен отырған кезде омыртқаңа көп күш түседі. Ал тұрған кезде сенің аяғыңа және беліңе күш түседі. Сол себепті әрдайым балалар ойнап жүгіріп жүру керек. Бір жерде отырып теледидар немесе телефондармен көп ойнап отыруға болмайды. Омыртқаға өте көп күш түседі. Достар, мен түсініп алдым. Омыртқамыз әдемі, сау, күшті болу үшін біз ойнауымыз керек екен. Бұл біріншіден. Екіншіден, біз ауыр зат көтермеуіміз керек. Ата-аналарға айтып кететін бұл жағдай, балаларыңыз жұмсаған жақсы, бірақ та қатты ауыр заттарды көтермеу керек. Кішкентай балалардың омыртқасы қисайып кетуі мүмкін. Бірақ мен анама көмектескенді қатты жақсы көремін. Жарайсың. Арасында көмектесемін. Анаңа көмектесіп тұрған дұрыс. Кез келген затты жерден көтерген кезде қалай көтеру керек екенін білесің бе? Білмеймін. Мәселен, мынау сөмке жерде жатыр дейік. Бұл сөмкені қалай көтересің сен? Міне болай. Жоқ, ол олай қате. Олай көтеруге болмайды сөмкені. Сөмкені көтеру үшін бірінші жанына барып, зерлеп, содан кейін оны ұстап, содан барып көтересің. Түсіндің бе? Түсіндім. Қанекей қайталап көрсетші маған тағы. Отырамыз, қолды созып аламыз, сосын барып бірге тұрамыз. Енді дұрыс істедің. Достар, енді сендер де білетін болыңдар. Ал енді кезекті қызықты ақпараттарға берейік. Балалар, сендер білесіңдер ме? Жаңа туған сәбидің омыртқа сүйектері үлкендерге қарағанда анағұрлым көп болады. Есейе келе бір-бірімен бірігіп саны қысқарады. Омыртқа 20-22 жасқа дейін өседі. Сендерге тағы бір қызық айтайын ба? Ғарышкерлер жерге оралғанда олардың бойы 5 сантиметрге өсіп келеді екен. Себебі ғарышта тартылыс күші жоқ болғандықтан омыртқа сүйектердің арасы ашылатын көрінеді. Айтпақшы, өркешті түйені ауылда немесе хайуанаттар бағында көрген боларсыңдар. Сол түйелердің арқасы бүкір болғанымен омыртқасы түп-түзу болады екен. Міне қызық. Қандай қызық. Я Бауыржан аға. Иә. Балақайлар, омыртқаны тексеретін, емдейтін дәрігерді кім дейтінін білесіңдер ме? Бүгін бізге ортопед хирургы Жасұлан Қожахметұлы келіп тұр. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Біздің кішкентай көрермендерімізге түсіндіріп беріңізші, омыртқа неліктен қисаяды?
Бізде омыртқаның қисаю себебін түсіндірмес бұрын бірінші құрылысын айтып кетейін. Бізде омыртқа жалпы 4 бөліктен тұрады: мойын, кеуде, бел және сегіз көз. Бұның қисаю себебі бізде мысалы балалар компьютер, теледидардың партада ұзақ отырғандықтан балалар оңға немесе солға қисаяды. Қисайып отырады ғой олар. Қисайып ұзақ отырғандықтан мына жақта бұлшықеттер әлсіреп, мынау омыртқа жотасына күш түсіріп қисаяды. Және ұзақ отырғанда бүкіреуі мүмкін. Былай қисаятын кездерде болады. Онда ол жанына қарай да қисаюы мүмкін, немесе алдына қарай да қисаятын кездер болады. Ал омыртқамыз түзу, өзіміз сымбатты болу үшін қандай спортпен шұғылдану керек? Біздің омыртқа түзу, сау болу үшін спорт түрлері бар: гимнастика, волейбол, футбол деген сияқты. Жүзудегі спорт түрлері. Оның себебі, мысалы, жаңағыдай біз секірген кезде омыртқаның бойындағы шеміршектер болады. Сол созылып, бізге жаңағыдай бұлшықеттердің жұмысын жеңілдетіп отыр. Серпімділік жағдайын жақсартады. Енді біздің көрермендеріміз кішкентай балалар болғандықтан, олар кей уақытта арнайы спорт уақытын бөле алмауы мүмкін. Себебі сабаққа және қосымша сабақтар бар. Сол кездерде де қандай бір алдын алу шараларын жасаса болады? Балалар бұл кезде сендер ұзақ отырғандықтан бұлшықеттерің шаршайды. Сол себепті күнделікті сабақтан қайтқанда немесе жаңағыдай теледидардың алдына ұзақ отырғаннан кейін міндетті түрде жаттығу жасау керек. Мүмкіндік болса турникке асылып тұрғандарың дұрыс болады. Біздің үйде турник бар еді. Соған қыздарға да тартылуға бола ма? Әрине болады. Бұл кезде ұл балдарға да, қыз балдарға да күніне 3-4 рет 10-15 секундтан ілініп тұруға болады, әрине. Дина, одан да басқа, турниктен басқа, мысалға қыз балаларға ол күнделікті өмірде де мынау омыртқаны түзу ұстап жүру керек. Отырғанда, немесе ас ішкен кезде, немесе құрбыларыңмен сөйлесіп тұрған кезде де денеңді түзу ұстап тұру керексің, соған денеңді үйрету керексің. Содан сенің омыртқаң дұрыс қалыптасады. Түсіндім. Біздің бағдарламамызды кішкентай көрермендерден басқа ата-аналары да көріп отыр. Жасұлан Қожахметұлы, қазір мына ата-аналар балаларының омыртқасының қисықтығын қалай білуге болады? Ата-аналарға түсіндіру үшін бізге кішкентай бала керек. Ендеше балақай, келе ғой. Мына жерге шыға ғой. Мынаны шешейік, жарай ма? Қолыңды көтере ғой. Ол үшін баланы түзу тұрғызамыз осылай, және иық деңгейін қарап көру керек. Иық деңгейі екеуі симметриялы болу керек, яғни тең болу керек. Және жауырын сүйектерінің арнайы былай үш бұрыштары болады, бұрыштарын. Соны арнайы сызғышпен былай өлшеп көру керек. Нүкте белгілеп, екеуінің түзулігін өлшейміз. Сонда жауырын деген осы шығып тұрғаны ма? Жауырын деген мына екі сүйек. Осы иықтың сүйегі болады жауырын. Дина бүйтіп көмектесе ғой кішкене. Дина көмектесе. Міне осы уақытта екеуі бір деңгейде тұру керек. Қалыпты жағдайда. Егер қисаятын болса, бұл міндетті түрде біреу жоғары, не төмен болып, жаңа баланың омыртқаның қисықтығын көрсетеді. Мысалға, бүйтіп бір иығын түсіріп, бір иығын көтеріп көрсек, қалай болады? Міне, мысалы осылай омыртқа қисық кезде былай болады бұл. Сонда қисықтығын байқаймыз, омыртқаның қисықтығын байқаймыз. Сонымен мына жердегі еттердің де өзгешелігі болады екен, омыртқа бұлшықеттерінің мына жағы жиналып, мына жағы тартылып тұр. Оны байқау үшін біз баланы өзімізге қаратамыз. Жантөре айлана ғой. Және былай баланы еңкейтеміз. Еңкейеді. Еңкейген кезде екі омыртқа жотасы, яғни қабырға доғасы біреу үлкен немесе кіші болып тұрады. Содан да байқауға болады. Қисайған кезінде. Қисайған кезінде. Қисаймаса, ол екі жағы тең болып тұрады. жантөрін сияқты түзу болып тұрады осылай. Және тағы да бір қарайтын жағдай, мына жақта қолын былай түсірген кезде, мына жерде мықын қуыстары үшбұрыш болады. Бұл қалыпты жағдайда негізі бірдей болу керек. Екі жақта тең болу керек. Екі жақта тең болу керек. Ал жантөреге үлкен рахмет. Ақырындап айлана ғой жантөре. Ал Дина, сен жантөрені шығарып сала ғой. Жасұлан Қожахметұлы, қазіргі кезде оқушылардың арасында өте бір үлкен қиындық бар. Себебі дегеніңіз мына мектеп сумкаларының үлкен болуы, мектеп кітаптарының үлкен болуы балаларға қандай қиындық және қандай өзгерістер алып келеді, сол жайында айтып өтсеңіз. Бұл қазіргі таңда балалардың сумкасының дұрыс ұстамауынан омыртқа жотасының қисайы өте көп. Қазақстанда 50-60% балалардың омыртқасы қисық. Мектеп жасындағы? Мектеп жасындағы балалардың. Қоңырау рет соңында. Міне біздің қыздар да сабақтан келе жатыр.
Қанекей сумкаңды көрейікші. Рахмет. Мына жаққа отырыңдар. Сумкаң не деген ауыр? Мектеп жасындағы балалардың омыртқасымен осы сумкенің тікелей байланысы бар. Осы сумканы өлшеп көрсек. Иә, өлшеп көрейік қазір. Сумкеміздің салмағын. Қанша болды? 8-де 600 болды. 8 Әрине килограмм бұл. 600 грамм. Сонша неге ауыр екен? Ішінде не бар екен? Бұның ішін көрейік қазір не бар екен. Кітап, дәптерлер барлығы бар. Негізі бұл сумканы айтып кетейін, қалай таңдау керектігін. Ең бірінші сумкені алған кезде біз көлеміне қарау керек. Көлем Дина кеш, мен саған көрсетейін. Сумкенің көлемі баланың арқасының көлеміне үлкен болмау керек. Жоғары деңгей иығынан төмені жаңа омыртқа жотасымен бірдей болып. Бел аманы. Белмен бірдей. Бел аймағымен бірдей болу керек. Биіктігі, кеңдігі иығынан аспау керек. Кеңдігі иығынан аспау керек. Және бұл бала сөмкені ұстаған кезде міндетті түрде мынаны тағы қояйық. Бұлай жауырынға жабысып тұрған дұрыс. Сол деңгейде, иә? Көп ата-аналар оған мән бермейді, былай салбырап жүргенде артқа тартып тұрады ғой сонда. артқа тартып баланың омыртқасы қисаяды. Бұл жерде Немесе артқа қисаяды омыртқа. артқа қисаяды. Және бұл кезде қатты тартып алатын оқушылар болады. Ол кезде бала былай көбінесе еңкейіп, бала бүкір болып қалады. Желкесіне қарай келеді. Желкесіне қарай. Бұның өзін көрдіңіз бе қандай тәртіп сақтау керек, нақты орталықта тұру керек болып тұр ғой. Иә, бұл жерде де өзінің жаңағыдай мән беретін жерлері болады. Және мысалы мына бауын айтатын болсақ, мынау сөмке қалыпты жағдайда 4-5 сантиметрден кем болмау керек. Баудың кеңдігі. Жалпақтығы. Кейбір сөмкелер болады, екі ғана жіңішке болады, ол баланы мынау омыртқа иық сүйегінің алдыға қарай қисаюына алып келеді. Бүкір ауруы осыдан пайда болады. Бұғананың үстімен ғана кетіп қалып, арқа ана жауырын алдыға шығып. Жауырын қисайып, бүлдіршіндердің иығы былай алдыға қарай қисайып аурулар болады. Сумканың пайдасымен. Және міндетті түрде бұл мейлінше жаңа өзің ішкі сыртқы қалта деген болады. Ол не үшін керек? Мысалы, мына кезде дұрыс салынбаған екен. Мынаның ішкі қалтасына көбірек ауыр заттарды ішіне салу керек. Ауыр және қатты, иә? Қатты заттарды ішіне салу керек. Біріншіден арқасына батпасын, екіншіден арқасын тегіс ұстап тұрады ғой. Және мына жерде өзінің арнайы, мына қараңыз, мына жерде арнайы теріге арқасына тұратын, терін дем алып тұрғаннан, арнайы жаңағыдай нелер ортопедиялық қондырғылар болады. Осындай сөмкелер жақсы негізінен. Ал мынандай қолға ұстайтын сөмкелер туралы не айтасыз? Бұл қолға ұстайтын сөмкеге келетін болсақ, бұл сөмкелердің көбінесе негізі бұл бір жақты болғандықтан, бұл мүмкіндігінше салмаған дұрыс. Бұлар зиянды ма? Зиянды болып келеді. Бұл жерде салмақ иыққа түспейді, иыққа аспайды. Бұны бала сүйреген кезде иық міндетті түрде төмен жүреді. Сол себепті бұл кезде омыртқа қисаяды. Бұл шөптің барлығы бір жаққа асынғаннан кейін міндетті түрде бұл қисаяды омыртқа. Мінекей ата-аналар көрдіңіздер ме? Біз ойлаймыз мысалға ауырлық жоқ деп ойлаймыз иыққа салмағандықтан, ал бұл жерде омыртқа қисайып бір жағына тартылып жүреді екен. Енді осы сөмкенің салмағы туралы әңгімелесек. Бағана мына сөмкенің салмағы 8 килограмм деп есептедік, ал Дина сенің салмағың қанша? 24. Мінекей көрдіңіз бе, бала 24 килограмм, ал сөмке 8 килограмм. Осы балаға сәйкес келе ме? Әлде әр баланың өзінің салмағына байланысты сөмкенің салмағы болу керек пе, сол туралы? Негізі жалпы баланың ұстайтын сөмкесі өзінің салмағының 10-15%-дан аспау керек. Бұл қазір бізде 24 Динада қанша? 2,5 килодан асуы болмайды. Ол деген сөз, мынау сөмке балаға ауырлық тудырады. Бұл жерде Динаның өзіне бұл сөмке 3 есе артық болып тұр. 3 есе артық болып тұр. Оның енді кітаптардың салмағы бар, сумканың салмағы бар, суының салмағы бар. Бұл кітаптардың қазір электрондық кітаптар бар, мүмкіндігінше сол электрондық кітап алса жақсы болады. Тек қана жазатын дәптерлері болады. Өте жақсы. Тағы да бір айта кететін зат, мына сөмкенің салмағы асып жүрген кезде ауыр болса, бұл мына балалардың қан тамырларының, мидың қамтамасыз етуін нашарлатады. Себебі дегеніміз мойынға асылады ғой, екі иықтан төмен тартқан кезде бұлшық еттердің тартылуы арқылы омыртқа бойындағы ет тартылғандықтан тамыр тарылаттағы баланың қан тамыры, мидың қандануы нашарлайды. Сол себептен бала шаршағыш келеді, немесе ойлау қабілеті төмендейді. Сонда ескеру керек. Иә, бұл балалардың сөмкесінің ауырлығын айттық, және бұл балалардың отырысынан бөлек сөмкені қалай тағып шешу керектігінде айтып өтейін қазір. Дина, қане көрсетші, сен қалай шешіп көрсет? Ол да омыртқаның саулығына әсер етеді. Иә, тікелей әсер береді. Міне былай. Міне бұл кезде орында осылай шешесің бе? Иә,
Бұл кезде сіздерге дұрысын көрсетіп жіберейін. Дина, так? Дұрыс шешер кезінде, Дұрыс шешер кезінде партаға немесе жаңағыдай терезенің жақтауларына келіп қойып, екі жақтан бірдей шешеді. сөмкені бірінші соған тіреп, содан кейін иықтан аспаларын түсіреді. Сол кезде жаңағы омыртқаға күштің түсуі төмендейді. Ал киген кезде де соны сақтау Киген керек. кезде осы ережені сақтау керек. Екі жақтан бірдей ілініп, Содан бірдей кейін салмақтан көтеру тұру керек. керек. Жарайсың. Мен түсіндім. Жарайсың, Дина, рахмет саған үлкен. Ал енді сіз мына балалардың отырысы бойынша не айтасыз? Балалардың отырысына келетін болсақ, мысалы қазіргі таңда көп оқушылар осылай отыр. Бұл дұрыс емес. Жайлы Отырған отыр кезде ғой бұлар өздеріне. көп отырғандықтан мен қазір көрсетейін сіздерге. Мына қыз мысалы дұрыс отырған жоқ. Екі аяғын түзу тигізіп, орындықтың тақалып отыру керек. Орындыққа толық отыру керек. Толық отыру керек. Арқасы түзу тұру Орындықтың керек. арқасына тақап отыру керек. Тақап отыру керек. Және бұл кезде мынау аяқтың жаңағыдай өздерінің градустары болады. Екі жақтан да 90 градус тастап отыру керек. Омыртқа жамбас буыны 90 градус, тізе буыны 90 градус. Буыны ата-аналарға айтып кететін жай осыны көп қадағалау керек. 90 градус тастап. Табандары еденге толық керек. тиіп тұру керек. Және отырған кезде мысалы бұл қыз қазір дұрыс отыр. Мына отырған кезде мына шынтағы тимеу керек. Кей оқушылар болады, былай тақалып отырады. Ары бері қозғалғанда шынтағы тиіп қалады орындыққа. Және немесе былай алыс отырады. Бұл кезде де болмайды. Жетпей қалады. Жетпей Онда алдыға қарай қалады. қисайып Еңкейіп отырады. міне. Көрдіңіз бе, омыртқасы қисаяды осы кезде. Сонда шынтақ деңгейінде ол керек қой партадан Шынтақ алысып. деңгейі былай жақындатқан кезде міне бір өзінің баланың екі қолы сиятындай болу керек. Ара қашықтық. Сол кезде бала түзу отырады. Сонда денесін түзу ұстау керек. Орындықтың арқасына тақалып отыру керек. Отырамыз. Аяғын түзу толық тиіп тұру керек. Толық тию керек. Балақайлар, сендер түсіндіңдер ме қалай отыру керек екенін? Осы ережені енді сақтаңдар. Сол кезде сендердің омыртқаларың қисаймайды. Сонда әдемі боласыңдар кейін өскенде. Жарай ма? Жасұлан аға, өстіп тік отыра бергеннен арқамыз ауырып кетеді. Сол үшін қандай жаттығулар жасауға болады? Дұрыс айтасың, Дина. Ол үшін мен қазір оқушыларға көрсетейін. Дина ке, сен де қайталап. Ең бірінші тұрған кезде аяқты иық деңгейімен бірдей ашамыз. Қолды белге қоямыз. Сендер де қайталаңдар. Оңға, солға қисаямыз. 4-5 рет. Және қолды түсіреміз. Жоғары көтеріп, бұлай түсіреміз. Осылай 3 рет қайталаймыз. Және де қолды белге қойып, екі жаққа бұлайнан бұрыламыз. Бұның бәрі омыртқаның бұлшықеттерін босатып, жаңағыдай омыртқаға күш түсуді азайтады. Және қолды көтереміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Және соңынан бұлай еңкейеміз қолды. Саусақтың ұшы аяққа тию керек. Осылай 2 рет жасаймыз. Бұл жаңа біздің бел омыртқаның бұлшықеттерін босатуға көмектеседі. Демек, ұзақ отырып жұмыс жасайтын оқушылар немесе үлкен адамдар арасында үзілісте осындай жаттығуларды жасап тұрсаңыздар, омыртқаларыңыз дұрыс қалыптасады және шаршамайсыздар. Жасұлан Қожахметұлы, сіз бізге үлкен кеңес бердіңіз. Сізге рахмет. Енді біздің балақайлар осыны қолданып, омыртқаларының дұрыс қалыптасуына іс-әрекет жасайды деп ойлаймын. Сендерге де үлкен рахмет, балақайлар. Сау болыңдар. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Ал балақайлар, бүгінгі бағдарламадан не білдік, не түсіндік? Омыртқамыз сау, біздің сымбатты болу үшін бізге спортпен шұғылдану керек. Ауыр зат көтермейміз, көтерсек дұрыс көтереміз. Сөмкені дұрыс көтеріп, партаға дұрыс отырамыз. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Сендер де балақайлар теледидарды өшіріп, сыртқа шығып асыр сап ойнаңдар. Мен де кеттім. Алақай, сау болыңыздар.